Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Казбизнес арнасы. Бүгін сіздерге өте керемет приложение көрсететін боламын. Ол үшін видеоны аяғына дейін көріңіздер. Достар, Play Marketте сонымен қатар App Store'да iPrize дейтін вопрос и викторина ойнататын ойынды яғни хит болып жатыр екен. Бұл жерде 100 мың скачивание, сонымен қатар 3-9 оценкасы бар екен 1000 адамнан. Яғни бұл жерде қалай ақша табуға болады. Ол үшін описание деген батырманы басамыз. Бұл жерде игра для компании дейді, яғни көпшілікпен ойналатын ойын. Бұл жерде создавайте собственные конкурсы, покажите свой талант и способности дейді. Сонымен қатар новые идеи для бизнеса или зарабатывайте реальные деньги с помощью iPrize. Яғни бұл жерде әртүрлі адамдардың конкурстарына қатысып, реальный деньги, яғни ақша табуымызға болады. Ал енді ол приложение кіру үшін скачать етесіздер, открыть деген батырманы басасыздар. Личный кабинетке кіретін болсақ, вывод денег деген платформада Kiwi'ге және PayPal'ға шығаруға болады екен. Минимальный бұл жерде қарастыратын болсақ, обменаға байланысты 1000 point $5 тұрады. Бұл жерде ең алдымен кіретін болсаңыздар, сіздерге ең бірінші регистрация батырмасын өту қажет болады. Оны қалай өтеміз? Оны кәдімгі, яғни Gmail'дарын жазасыздар, одан кейін сіз Gmail деген приложение кіріп, кодты тіркейсіздер, болды. Енді рейтинг деген батырманы басатын болсақ, бұл жерде конкурс ұйымдастырып жатқан адамдар, сонымен қатар қатысып ақша тауып жатқан адамдарды көруімізге болады. Яғни топ 100 адам. Жауап беру арқылы 5 point таба аламыз. Старт деген батырманы басасыздар, осындай сұрақтарға жауап беріп, point ала аласыздар. Енді мына жерге кіреміз. Бұл жерде қарайтын болсаңыздар, популярные конкурсы, сонымен қатар новые конкурсы, закрытые конкурсы болады. Ол үшін біріншісін біреуін басып көрейік. Мысалға мынауған. Қарайтын болсаңыздар, бұл жерде 30 000 point бір-ақ адамға. Минимум 1000 адам ішінен сіз біреу болып, яғни ақша табыласыздар. Красота дейді. Бұл не екен? Қарайтын болсаңыздар, поделитесь и получите 10 поинтов дейді. Яғни досыңызға тарату арқылы да point табу арқылы сіздер яғни ақша табуларыңызға болады. Міне, лайк, подпишитесь YouTube канал дейді, болды. Осылай point, яғни әртүрлі адамдардың конкурсына қатысу арқылы жинап, Kiwi'ге немесе PayPal'ға шығара аласыздар. Сонымен қатар бір минусы, бұл приложенияның өте көп реклама екен. Яғни рекламаның көптігінен даже кейбір нәрселерге кіріп те үлгере алмайсыздар. Ал екіншісі, бұл жерде өте аз екен, яғни ұту шансы сонымен қатар, себебі 500 немесе 1000 адамның ішінен 1000 point, яғни ұту өте қиын. Бұл жерде ең дұрысы, яғни өзіміз осындай конкурсный площадка ұйымдастыру арқылы бизнеске немесе өзіміздің товарымызға жақсы, яғни мүмкіншіліктер жасай аламыз. Мына жерге категориясын жаза аласыздар. Тип конкурса, яғни фото арқылы отчет жүре ме, текст или видео арқылы ма. Сонымен қатар название конкурса өздеріңіз ұйымдастырасыздар. Мысалға мен интернеттен ақша табу деп жазамын. Мына жерге YouTube деп, яғни ссылкасын қойсақ та болады. Ал мына жерге количество минимальный 30 болса, 100 деген секілді болады. Описание конкурсқа, яғни не істеу керектігін. Мысалға, мына жерге менің YouTube арнамына тіркеліп, одан кейін видеоны до конца көр деген секілді. Старт бұл жерде датадан беріледі. Одан кейін, мысалға, 2 күнге істесек те болады. Ал изображение істеу керектігін және де оның, яғни басты шарттарын көрсетіп, осы фотода қоямыз. Мына жерге emailімізді жазамыз. Одан кейін я прочитал и принимаю правила конкурсов дейміз. Достар, егер де видео ұнаса, осы видеоға лайк басып, сонымен қатар видео деген вкладкада керемет схемаларды көріп, адекватный коммент жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен болған мен Казбизнес арнасы.